бар. Бірлік пен ынтымағы халықтың көгімізге жарқыраған жарық күн, ырыс дәулет бақыт үшін халқымның жайнай берсін алтын күн дей келе, Қазақстан халқының бірлігіне арналған 1 мамыр ынтымақтастық және бірлік күні атты мерекелік шарамызды назарларыңызға ұсынамыз. 1 мамыр Қазақстан халқының бірлігі күні. Айтулы мереке тұңғыш президентіміздің 1996 жылы қабылдаған жарлығы бойынша 25 жылдан бері тойланып келеді. 130-дан аса жуық түрлі ұлт өкілдері мен ұлыстары тату-тәтті тұратын еліміз үшін даталы күннің маңызы зор. 1995 жылы Қазақстанның халықтары ассамблеясы құрылды. Сондықтан да ынтымағы мен бірлігі жарасқан, татулықтың тірегі болған Қазақстанда барлық ұлт өкілдері 1 мамырды ерекше атап өтеді. Айта өтейік, 1 мамыр халықаралық еңбекшілердің бірлік және ынтымақ күнін әлемнің 140 елі атап өтеді екен. Мамыр айы табиғаттың жайма шуақ берекелі кезеңі. Айналаның бәрі жасыл желең жаңылып, ерекше бір деңгей енеді. Табиғаттың бұл әсем жыл мезгіліндегі мамыр айының халықтар бірлігі күні ретінде атануы тегіннен тегін болуы мүмкін емес. Бұл керемет мамыражай айын ақындар да жырлап өткен. Көктем келді, май келді, жарқырады көктемді, бізбен қол ұстасып, кел бірге жүр жақсы май. Гүл терейік тысқа шық, көп сағынған досым-ай деп қазақ халқының көсіліп жатқан кең байтақ даласы бар. Осындай байлықтың қызығын көру үшін бізге ауадай қажет. Қазбек би айтқандай, біз қазақ достықты сақтаған елміз, дәм тұзды ақтаған елміз деп Қазақстанда тұратын 130-дан астам этнос Қазбек бидің өсиетін ту етіп ұстап орындаса дегім келеді. Ел бірлігі ең асыл қасиет. Бірлік, ынтымақ, сабырлық пен парасаттылық ең алдымен өзімізге қазақтарға керек деп көрегенділікпен елбасымыз айтқандай, біз сияқты көп ұлтты мемлекеттің даму болашағының бір көзі Қазақстанның халықтарының бірлігі. Бейбітшілік жасасын, ынтымақ жасасын. Достығымыз жарасқан, ақбыз қара сарымыз, қара жер мен көк аспан, ортақ дала тауымыз. Енді бүгін қарасам, айналам бақыт кең жатыр. Бір-бірімен туысқан, қоғыстасқан ел жатыр. Қырғыз, қазақ, өзбектер, моңғол, ұйғыр, дүнгендер, армян, тәжік, грузин, орыс және украин терезесі тең жатыр. Сары ақбыз қарамыз, бәріміздей баламыз. Бір отанда тұрамыз, бір мектепке барамыз. Бейбіт күн тыныштық, біз үшін тымыстық. Ырыс құт тұтқасы, ынтымақ туыстық. Дружной семьей живем в Казахстане, татары, уйгуры и русские с нами. Так больше крепнет во веки веков. Дружба народов всех возрастов. Дружба народов не просто слова. Дружба народов навеки жива. Дружба народов счастливые дети. Колосс на небе и сила в рассвете. Серт берісіп туыс болып қалуға, нәубеттерден аман жетік дамуға, байтақ елдің биік ұстап байрағын, біздің достық мәңгі болып қалуда. Бейбітшілік құсы ақ көгершін, биік ұшып самғасын, тілегімді жерге жайсын, қанаттары талмасын. Сәбилердің сәлесін бұлталмасын, күлбәйшек еш уақытта солмасын. Ақ көгершін аспанында қалықтап, барлық халық бірлік күнін қолдасын. Ұлы қазақ даласында басқа ұлт өкілдерінің бір шаңырақ астында татулықта, сыйластықта өмір сүріп жатқаны сіздерге мәлім. Бүгінгі кешіміз Қазақстанда тұрып жатқан басқа ұлт өкілдеріне деген сыйластығымыз, құрметтілігіміз, парасаттылық пен имандылығымыздың айғағы деп білеміз. Келесі кездескенше қош сау болыңыздар.